КСРО-ның ыдырауы және ТМД-ның құрылуы. КСРО-ның ыдырау себептері ол экономикалық мәселелер, ол жоспарлы экономиканың тиімсіздігі, 1980 жылдары экономикалық дағдарыс тереңдеп, халықтың өмір сүру деңгейі төмендеді. Инфляция және тауар тапшылығы халық арасында қиындықтар туындырды. Әлемдік мұнай бағасының көтерілуі КСРО экономикасына ауыр соққы берді. Ұлттың қайшылықтары ол ұлттардың құқықтары мен тәуелсіздігін ұмтылысы күшейді. Тәуелсіздікке ұмтылысы күшейді. Эстония, Латвия, Литва елдері тәуелсіздігіне енді келіп бастауы. КСРО-ның орталық билігі ұлттардың мәдени, тілдік және экономикалық талаптары өзгерді. Саяси тұрақсыздық 1985 жылғы Горбачевтың қайта құру және жариялаған саясаты орталық биліктің әлсіреуіне әкелді. Жаңа саяси еркіндік халықты КСРО-ның саясатына қарсы шықты. 1991 жылы тамыз айында орталық билікті толық әлеуметтік дағдарыс, жұмыссыздықтың өсуі және халықтың құқықтарына келіспеушілік артты. Ұзақ жылдар бойы жасырып қалған әлеуметтік мәселелер ашық көрінді және ол мәселелер көтеріле бастады. КСРО-ның ыдырауының негізгі кезеңдері ол 1990 жыл одақтың республикалар арасында егеменді жариялау толық бастауы. Қазақстанда 1990 жыл 25 қазанда мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. 91 жылы тамыз бөлігінде КСРО-ның орталық билігі толығымен әлсіреді. 91 жылдың соңына қарай Грузия, Украина, тағы басқа елдер тәуелсіздігі жариялана бастады. 91 жылы 16 желтоқсан Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. 1991 жылы 1 желтоқсандағы келісім Беларусь, Ресей, Украина басшылары Беларусиядан Белоруссияның ортасында кездесіп, КСРО-ның өмір сүруін тоқтату туралы келісім шарт қабылдады. Бұл келісімде тәуелсіз мемлекеттер достығы ТМД құрылуы жарияланды. Алматы декларациясы 21 желтоқсан 1991 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы басшылары жиналып, КСРО-ның ресми түрде ыдырағанын жариялады және ТМД-ның құрылуы туралы декларациясына қол қойды. Кездесуде қатысушылар бірнеше елдер Алматыда осы Қазақстан, Ресей, Украина, Беларусь, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Әзербайжан, Армения, Молдова елдері қол қойып ТМД құрылуына жариялады.